Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сондай нәзік, дәмді болып шығатын балда торттың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетіңіздер. Тортқа қосатын барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қойдым. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Оның үстіне қант пен балымызды қосып араластырамыз. Енді ыдысымызды ақырын отқа қойып, араластыра отырып, массамызды ерітіп аламыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Массамыз ерігеннен кейін содаға уксусты қосып араластырып, массамызға қосамыз. Массамыз кішкене ағарып, көпіруі керек. Енді ыдысымызды оттан түсіріп, жұмыртқаларымызды бір-бірден қосып тез-тез араластырамыз. Ендігі кезекте ұнды қосатын боламыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп, електен өткізіп, қосып араластырамыз. Ұнды тым көп мөлшерде қосуға болмайды. Егер де ұнды көп қосатын болсақ, онда біздің тортымыз қатты болып қалады. Сол үшін де описанияда белгіленген мөлшерден асырмауға тырысыңыздар. Біздің қамырымыздың қоюлығы видеодағыдай қою қаймақ тәрізді болуы керек. Енді қамырымызды тоңазытқышқа кем дегенде 1,5-2 сағатқа салып қоямыз. Мінекей қамырымыз тоңазытқыштан шықты. Мен целлофанға салып қойған болатынмын. Менде қамыр 4 сағат тоңазытқышта тұрды. Енді қамырымыз үстелге жабысып қалмау үшін кішкене мөлшерде ұн сеуіп, қамырымызды рулет тәрізді етіп орап, бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Мен диаметрі 24 сантиметрлік торт жасайтын болғандықтан 8 бөлікке бөлдім. Егер диаметрі одан да кішкентай торт жасайтын болсаңыздар, қамырды бұдан да көп бөліктерге бөлесіздер. Енді қамырды осылайынан дөңгелетіп шығамыз. Енді дөңгелетілген қамырларымызды жұқа қылып жайып аламыз. Жайылған қамырларымызды 200 градус қызып тұрған пеште 4-5 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды бірден қиып алатын боламыз. Мен кольцоның көмегімен қиып алдым. Кольцо болмаса кез келген тәрелкенің немесе форманың көмегімен қиып алсаңыздар болады. Осылайынан барлық корждарымызды пісіріп аламыз. Барлық корждарымызды пісіріп болғаннан кейін кремді дайындауға кірісеміз. Крем үшін бөлме температурасында тұрған сары майды ағарғанша миксерлеп аламыз. Оның үстінен қойылтылған сүт, яғни сгущенканы құйып, тағы да миксермен біріккенше араластырамыз. Осымен креміміз дайын. Енді тортты жинауға кірісеміз. Мен тортты жинау үшін кольцоны қолданған болатын, бірақ бұл міндетті емес. Жинайтын ыдысымыздың астына кішкене мөлшерде крем жағып, оның үстіне коржды қоямыз. Мен сонымен қатар пропитка қолданған болатынмын. Пропитка үшін бөлме температурасында тұрған суға балды қосып араластырып, коржға кесочканың көмегімен жағып шығамыз. Оның үстіне кремді жағамыз. Әр қабатқа 3-4 ас қасық көлемінде кремді қолданамыз. Осылайынан барлық тортымызды жинап шығамыз.
Мінекей тортымызды жинап болдық. Енді тортымызды әсемдейтін боламыз. Мен ол үшін кожадан шетінен қалған бөліктерін блендердің көмегімен үгітіп алдым. Блендер болмаса, целлофанға осы бөліктерді салып, оқтаудың көмегімен үгітсеңіздер болады. Енді осы үгітудің көмегімен өзіміздің қалауымызша тортымызды безендіреміз. Негізінде безендіру өз қалауларыңызша ортасын ашық қылып, түрлі жеміс-жидектердің көмегімен безендірсеңіз де болады. Тортымызды безендіріп болғаннан кейін кремі сіңуі үшін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Мінекей осымен тортымыз дайын болды. Торт шын мәнісінде сондай жұмсақ, нәзік, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алда тағы да дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.